сендерге мына жерде ұлттық тағамдардың суретінен сендерге стикерлер әкеліп қойдым. Сол стикерлерден кімге бауырсақ, кімге құрт, кімге қымыз ұнайды, келіп таңдап ала қойыңыздар. Сол бойынша сосын топқа отырамыз. Отыра қойыңыздар, сол бойынша топқа. Топқа бөлініп болған болсаңыздар, қолдарыңызда барлығымыздың мынандай домбыраның суреті салынған стикерлер бар. Сол стикерлерге кім қанша ұпай алады, өзінің аты жөніңізді жазып қойдыңыздар ма? Соған домбыраның шегі бойынша бір ұпай алған кезде бір дөңгелек қылып неғылып қоямыз, сызып отырамыз. Ең соңында барлық ұпайлар саны шығып, сендерді сол бойынша бағалайтын боламын. Мінекей, қараңыздар, мына жерде барлық нелер тұр, домбыраның шектері тұр, соны дөңгелетіп отырасыңыздар. Олай болса, топқа бөлініп болған болса, оқушылар сендермен психологиялық ахуал ойнап аламыз, өзіңізге керегін ал деген. Мінекей, оқушылар, мына жерде өзіңе керегін ал. Бұл жерде сәттілік бар, білім, шаттық, бақыт, денсаулық, әркім өзіне керегін таңдап ала қойсын. Ала берме. Ала берме. Ала берме. Келесі үшінші турымызда аламыз. Мақсат. Қуат, мақсат. Өте жақсы. Баршаңызға бүгінгі сабақта сәттілік тілеймін. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың дастарханы берекенің бастауы деген кітабымызды аша қойыңыздар. Кітабымыздың нешінші бетінде? 184-ші бетінде. Қазақтың дастарханы берекенің бастауы деген тақырып. Барлығымыз білеміз, қазақтың дастарханы туралы. Білеміз бе? Қазақтың дастарханы қандай болады? Ақ дастархан болады. Дұрыс айтасыздар. Оның үстінде не тұрады? Ұлттық тағамдар тұрады. Дұрыс, өте жақсы. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші сендерге тапсырма, тыңдалық тапсырмасы. Кітабымызда берілген QR кодпенен сол бойынша қазір тыңдалық тапсырмасын орындаймыз. Оқушылар, мұнда сіздермен QR арқылы тыңдалық орындаймыз. Ұшқан ұя романынан үзінді. Әжемнің қонағы. Осы сәтте үйдің шаңырағынан бір қарлығаш ұшып қойды. Оны сезген ұядағы шақалақ балапандар аузын ашып қойып тілей бастады. Бәріміз де төбеге қараппыз. Қарлығаш ұясының шетіне жайғасты да балапандарын кезекпен жеңдіре бастады. Алғашқы шақалақтың аузына жібек тастап жіберіп, қайта ұштым. Қарлығаштың аспанға тік артылып, қанат қақпай, қайтадан төмен құйылғаны шаңырақтан айқын көрініп тұр. Көп ұзамай ол екінші балапанға жем әкелді. Осылайша қалқып ұшып, қайта кіріп қанаты талды ма, ақырғы балапанын жемдеген қарлығаш енді ұя аузында отырып тарана бастады. Шіркіннің сүйкімдісін-ай. Фиу деп ысқырып жіберіп, әжемнің сабауын қарлығашқа қарай сілтеп кеп жібердім. Қап, кимей кетті ау. Тәйт, жаман бала болмасам етті. Бұзақының тірлігі
мынауна деп әжем қолынан ұстай алды. Қарлығашқа неге тиесің, ә? Бұл киелі құс екенін, адамның дос екенін білмеуші ме? Балапанын емін-еркін ұшырып, бақытын тапқанша, бұл құс менің үйімнің төріндегі ең қадірлі қонағым ғой. Қонағыма қол көтергенің мені де сыйламаған емес пе? Деп ұялтып тастады. Мінекей оқушылар, барлығымыз тыңдап болды. Тыңдалым мәтіні бойынша енді сіздермен тапсырма орындаймыз. Сол тапсырманың дискрипторы, яғни осы тыңдалым мәтінінің ішінде қандай мәселелер көтерілді? Және сонымен бірге автордың айтайын деген ойы қандай болды? Және сонымен бірге осы тыңдалым мәтінінің ішінде адамның көңіл күйін білдіретін қандай сөздер болды, соларды табуымыз керек. Жаңа сендер тыңдап шықтыңдар. Бұл не туралы тыңдалым болды? Қарлығаш. Қарлығаш кімнің әңгімесі? Бауыржан Момышұлының әңгімесі, әжемнің қонағы. Әжесінің қонағы кім екен, балалар? Қарлығаш. Дұрыс айтасыңдар, Қарлығаш. Қонақ. Не үшін қарлығашты қонаққа теңейді екен? Кім айтады? Қарлығаш киелі құс, дұрыс айтасың. Не үшін қонаққа теңейді? Дұрыс. Ол көктемде ұшып келеді. Сосын күн салқындаған соң тағы да ұшып кетеді. Сол сияқты қонақ та бізге келеді және кетеді. Ол біздің үйімізде мәңгі тұрақтап қалмайды ғой. Қонақ бір күндік немесе бір апталық қонақ, бірнеше сағаттық қонақ болар. Сондықтан да әжесі қарлығашты неге теңеген екен? Қонаққа теңеген екен. Отыра қойды. Ондай болса, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Қазір кім қанша мақал мәтел біледі? Қонақ туралы қандай мақал мәтел білесіңдер? Неге жазып алыңдар дәптерлеріңізге. Қарлығаш құсы туралы қандай мақал мәтел білесіңдер? Және 3 топ әрқайсыңыз осы мәтіннің ішінде кездескен қазір көңіл күйді білдіретін сөздерді айтасыңдар. Көңіл күйді білдіретін сөздерді жазып алыңыздар. Жазып алдыңыздар ма? Ал, олай болса кім айтады? Айта ғой. Қонақ келсе құт, қонақ қойдан да жос. Дұрыс, қонақ келсе құт екен. Ол қойдан да жас болады екен. Айта ғой. Қарлығаш келсе жаз келер. Дұрыс. Жазып алып отырамыз қалғандарымыз. 3-ші топтан бар ма? Айта ғой. Қаршыға. Қарлығаш ұя салған кезде бәле жала жоламайды. Дұрыс айтасың. Қарлығаш ұя салған кезде бәле жала не болмайды екен? Жоламайды екен. Сондықтан да әжесі оны қонақ деп қастерлеп, ұясын бұзбай не қылды? Балаға қиын сөздер айтты. Жарайды, енді осының ішінде адамның көңіл күйін білдіретін қандай сөздер, қиын сөздер болды? 3 топ айтайық. Иә. Дұрыс айтасың. Қап деген сөз болды. Нақты қандай? Тәйіп деген сөз болды. 3-ші топ қандай сөз болды? Деген сөз болды. Дұрыс. Бұлар адамның көңіл күйін білдіретін сөздер екен. Бүгін сендермен осы тақырыпта сабақ өтеміз. Бүгінгі сендермен тілдік бағдарымыз, сабағымыз одағай деп айтылады, оқушылар. Қараңыздар. Одағай адамның әр түрлі көңіл күйлерін білдіріп, яғни қазақ тілінде 9 сөз табы болса, сол сөз таптың бірі одағай деп аталады. Ол одағайлар адамның әр түрлі көңіл күйлерін білдіреді екен. Бірде адам қуанады, бірде ренжиді, оқушылар. Тағы бірде дұрыс айтасың, кей кезде жылайсың деген сияқты осындай мағынасы, жаңағы жеке тұрғанда мағынасы жоқ, лексикалық мағынасы жоқ. Өткенде біз өткеніміз сияқты еліктеуіш сөздерді өтті ғой, дәл сол сияқты мағынасы жоқ, бірақ сөздің ішінде айтылып, оларға мән мағына беретін осындай одағай сөздер. Одағайдың түрлері бар екен. Қараңыздар, одағай неше түрі бар екен? 3 түрі бар екен. Айта қойыңыздар. Көңіл күй одағайлары. Көңіл күй, адам әр түрлі көңіл күйде болады. Мысалы, біз досымызды ренжісіп қалсақ, көңіл күйіміз не болып кетеді? Түсіп қалады. Сонда қандай сөздер айтамыз? Қап дейміз. Қап, неге ғана менің онымен ұрыстым екен айтамыз,
көңіл күйіміз түседі. Ал енді алыстан Алматыдан қонақ келсе, иә, дұрыс айтасыз. Алақай деп не істейміз? Қуанамыз, яғни көңіл күйіміз не істейді? Көтеріліп, яғни көңіл күйіміз әртүрлі болады екен. Бірде қуанамыз, бірде ренжиміз деген сияқты. Біріншісі көңіл күй одағайлары. Екінші түрі шақыру және жекіру одағайлары. Жаңа біз Бауыржан Момышұлының әңгімесін тыңдадық қой, тыңдалып мәтінде. Соның ішінде әжесі тәйт деп не қылады? Иә, жекіреді. Бұл жекіру одағы екен балалар. Яғни жекіріп балаға қиын сөздер айтып жатыр. Яғни балаға менің қонағымды сенің сыйламағаның мені сыйламағаның дейді. Яғни осы арқылы әжесі немересін адамгершілікке, үлкенді сыйлауға шақырып жатыр. Неге бұл шақыру, жекіру одағы. Және сонымен бірге шақыру одағайлары дегеніміз әртүрлі біз қазақ деген мал баққан елміз, малмен күн көреміз, мал. Кімнің үйінде қандай малдар бар? Айтыңдаршы. Мысығымыз бар екен, қояны бар екен, итіміз бар, жылқысы бар екен, тағы да. Қой бар ма? Кімнің үйінде қой бар? Ешкі бар ма? Ешкі, дұрыс, ешкі бар екен. Мінекей, сол малдарды қалай шақырасыңдар? Мысықты кес-кестеп шақырасыңдар, тағы. Итті күшік-күшік деп шақырамыз, тағы да кім айтады? Ешкіні қалай шақырамыз? Қаттырақ айтады. Шөре деп шақырады екенбіз. Мінекей, осылай малдарды шақырамыз және оларды айдаған кезде біз осындай сөздерді айтамыз. Ол қиын сөз, шақыру, жекіру одағайлары екен. Көрдіңіз ба? Яғни шөре, мұх деп сиырды шақырамыз, құрау деп қойларды шақырамыз. Бұлардың барлығы оқушылар одағай сөздер екен. Біз бұрыннан одағай сөзді білеміз бе екен, білмейміз бе екен? Біледі екенсіңдер, күнделікті өмірде қолданасыңдар ма? Дұрыс айтасыңдар. Күнделікті өмірде не қылып жүрміз оларды? Қолданып жүр екенбіз. Мінекей, осындай күнделікті қолданып жүретін сөздеріміз біздің не деп айтылады екен? Одағай деп айтылады екен. Одағайдың неше түрі бар екен? 3 түрі. Дұрыс айтасыздар. Енді оқушылар, одағайдың жеке тұрғанда лексикалық мағынасы болмайды. Осыны бөліп алыңдар, ұмытпаңдар. Мынаны жазып алыңыз ба, дәптерлеріңізде 3 түрі бар. Одағайдың 3 түрі бар деп жазып алыңыздар. Жазып алыңыздар, оқушылар. Біздің келесі тапсырмамыз сәйкестендіру деп аталады, оқушылар. Олай болса, сәйкестендіру орындаймыз. Мына жерден 3 топтан 3 оқушы шығады. Алдияр келе ғой. Ана топ дегенді басыңызды. Келе ғой. Ол болсын келе ғой. 3-ші топтан кім шығады? Қайнар ғой, келе ғой. Жазып аламыз оқушылар дәптерімізге. Дұрыс, өте дұрыс. Үшеуі де дұрыс болды. Дәптерлерімізге жазып ала қойыңдар. Енді сендерге оқушылар семантикалық карта беремін. Сол бойынша тапсырмалар орындайсыңдар. 3 топқа бөлінген.
3 topga 3 qog'oz. O'zi qog'ozni o'rniga qo'ysa, to'ptasi. Birinchi top ko'ngil kuyi o'dag'ayni yozinglar, ya. Ikkinchi top chaqiruv o'dag'ayni yozinglar. Uchinchi top chegruv o'dag'aylarni qo'yib chiqaringlar. Oldu mu? Birinchi top o'rniga qo'yinglar. Aytov. Sıra salya. Qatray. Aloqay және o'tiravay. Ikkinchi top. Aygirim. Chaqiruv o'dag'ayni dovusini chiqaramiz. Qanday? Durust. Uchinchi top. Sizlarga chegruv o'dag'ay qo'y. Durust aytasizlar. Ja және tayt degan to'g'ri. Daftarlarni yozib oldinglarmi? Jaraydi. Yezdir, men qarayman. Durust javobini chiqaraman. O'quvchilar sendir tekshira qo'yinglar. Agar durust bo'lsa, ba'zimiz do'mbiramizning esdan жаңағы shekliga turgan bir do'ngiratib qo'yamiz. Bir pay. Har qaysimizning жаңағы qo'shnimizda bir payda bo'ldi. Durust. Kelesi topshirma o'quvchilar. Adasgan so'zlarni taqdim. So'zlar adasib chiqarib жатыр. Соны o'rniga qo'yishimiz kerak. Malika kelib qo'y. Daftarimizga sizlar yozib o'tiringizlar. Daftarlaringizga yozib, har bir taqsimni yozib o'tiringizlar. Ramazan. Durust. Sizler o'dag'ay so'zni yozib olib o'tiringlar daftaringizga. Ya, oy, o'g'alay, jo'ndan qalmoy. O'dag'ay so'z qaysi? Oy. Durust. Uchinchi topdan Ramazan. Alpamizga qaysi pishamiz? Kelay. O'dag'ay so'zlarni yozib olib o'tiringlar o'quvchilar. Har bir durust javob topgan o'quvchilar do'mbiramizning shilini belgilab olib o'tiringlar. Apray. Pas. Durust. O'zi ishni o'dag'ay qaysi? Apray, durust. Mana to'pdan kim chiqqan jo'q? Rayli. O'dag'aylarni yozib olib o'tiringlar. Durust.
mı? Odağa sözlerді міндетті түрде жазып алып отырыңыздар. Жазып алып. Үшінші топтан кімді? Айтып өтеміз. Әркім мұндағайды жазып алып отырамыз оқушылар. Ойпырмай. Құлап қалмаса егер. Осының ішіне ойламай қайсы? Ойпырмай. Жазып аламыз. Мына топтан ерді өтіп шықтың ба? Кет шығады. Бұдан өзіңіз жазғандар ма? Жазып аламыз. Мерембек жазып аламыз. Қаппәлем сенімен. Қаппәлем сенімен. Одан қайсы? Қап. Дұрыс айтасыз. Қандай көңіл күйді білдіреді? Жоқ. Қап қандай көңіл? Қандай көңіл күй? Көңіл күй түседі екен, иә? Иә. Үшінші топтан. Кім шығады? Қайда ғой? Рамазан. Барлық еңбектері далаға кетеді-ау. Одан қайсы? Қап. Дұрыс. Тағы ма? Келе ғой, айта. Мынау нешінші? 9-шы ма? Ең соңғы, иә? Кішкене безі жазайыншы. Ода қайсы? Қандай көңіл күйді білдіреді? Шаршау. Дұрыс айтасыздар, жазып алыңдар. Шаршау. Домбырамызға белгілеп аламыз. Әрқайсымыз бір ұпайдан белгілеп аламыз. Олай болса оқушылар, келесі тапсырма кітап бойынша кітабыңыздағы 5-ші тапсырманы ала қойыңыздар. Аша қойыңыздар. Кітабымыздың 186-шы бетіндегі 5-ші тапсырма. Одағайларды қатыстырып, 3 топқа сөздерді бөліп қойдым. Бірінші топ алақай, қап, оқо деген одағай сөздерді. Екінші топ құрт тобы, пай, кәй одағайларын қатыстырып, қымыз тобы, бәрекелді, әт деген, ай деген одағай сөздерді қатыстырып сөйлем құрайсыңдар. Әр топ өзіне берілген одағай сөздерге сөйлем құра қойыңдар. Дәптерлеріңізге жазамыз. Сосын қазір Үш топ, үш әркімге өсе береді. Дұрыс. Айта қойды. Қалғандарыңыз тыңдап отырамыз. Қате болса айтамыз. Айта қой. Алақай ертең менің үйіме апам келеді. Дұрыс. Алақай ертең менің үйіме апам келеді. Қандай көңіл күйді білдіріп тұр? Көңілді.
Qanday? Quvonuvchi. Durust. Qap dasturxonga aklar qo'yilmoqda qo'y. Bu bugun jabri. Oho, qonaqlarda ketib qoldi qo'y. Ikkinchi to'p. Qashig'a. Hay, üstüne nur to'g'ri durust. Ikkinchi. Ha. Durust. Üçüncü. Tay, ayak yetiştiği kayda başlatırsız. Durust. Hay, qanday o'dag'ay? Şekiru o'dag'ay. Üçüncü to'pdan mayda. O, ne degen? Жақсы дәмді қымыз дұрыс айтасың тағы. Бәрекелді домбыраны жақсы тарттың дұрыс. Тағы біреу бар ғой. Дұрыс. Әттеген ай дастарханға бауырсақ қоюды ұмытып кетіппіз ғой дейді. Яғни бұл өкіну одағай. Дәптерлеріңізге жазғанымдар ма? Өте дұрыс. Ондай болса, келесі тапсырманы орындаймыз. Әрбір өзіне жаңа домбырамызға ұпайларымызды қойып отырамыз. Оқушылар, ендігі сендерменен ойналатын тапсырма викторина сұрақтары. Қазір сендерге дайындап келген сұрақтарымызды қоямыз. Кім шығар? Жаңа шықпаған оқушылар шықсын. Алика шықсын. Келем. Duruz. Anlatıktan gelen bir. Жазбалы отырамыз оқушылар. Дұрыс, өте жақсы, моқ деп алды, шақырады екенбіз, е? Қандай одағай екен оқушылар, айтып отырыңыздар. Шақыру одағай, жекіру одағай. Жазбалы отырамыз тәптеріңізге. Дұрыс, отыра ғой, өте жақсы. Белгілеп алыңыздар өздеріңізге. Үш топ айтты ма? Аяулым келе ғой. Одағай сөз қатысып тұрған сөз сөйлем қайсының ішінде бар? Одағай сөз. Ойланамыз. Дұрыс емес. Ту деген одағай сөз ғой. Дұрыс. Келе ғой. Дұрыс, өте жақсы. Келе ғой. Жазбалы отырамыз оқушылар. Одағайды көрсетіңіз. Дұрыс. Охо деген қандай одағай екен? Көңіл-күй одағайы. Жазбалы сұрақтарымызға. Олай болса, біз сабағымызды бекіту мақсатында мен сендерге үш топқа арнайы осындай адамның әртүрлі көңіл күйін білдіретін тапсырмаларды орындап және жағдаяттық тапсырмаларды орындап, осы үш түрлі стикердің ішінен үш топқа әртүрлі стикерлер осы жағдаяттағы қандай жағдайда бала тапсырманы орындап, сол сұрақтарға өзіңізге тиісті стикерлерді көрсетесіңдер. Жарай ма? Бірінші топ. Оқи ғой, бұл болсын. Сиқырлы боз кеңкеге мысықты салып қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, күшік шықты. Көрерменнің бет пішіні қандай болды? Қандай болды? Қандай? Таң қалды, дұрыс айтасың. Өте дұрыс тапты. Дұрыс. Екінші топ. Қаршыға оқи ғой. Арман көктен көрмеген
қалды. Олардың бет пішінінде қандай өзгерістер болды? Қандай өзгеріс болды? Дұрыс. Бұл қандай? Қуантты. Иә, бүйтіп біз не істейміз? Қуанамыз, дұрыс айтасыңдар. Үшінші топ. Айкөрпе, оқы. Сағираны дос туған күн кешіне шақырмағанын естиді. Сағира жүзінде қандай көңіл күй? Иә, Сағираның жүзінде қандай көңіл күй болды? Таптыңдар ма? Бұл қандай көңіл күй балалар? Мұңаю. Яғни туған күнге шақырмағанға досына не қылып қалды? Ренжіп қалды. Дұрыс айтасыңдар, өте дұрыс. Барлықтарыңыз дұрыс таптыңдар. Олай болса, белгілеп ала қойыңдар. Неге оқушылар барлығымыз одағайларды түсіндік қой, одағайларды түсіндік. Олай болса оқушылар одағайларды тағы да бір қайталап өтейік. Біз одағайларды күнделікті өмірде қандай жерлерде қолданады екенбіз? Әрқайсымыз бір-бірден айтайық. Таңдалған кезде, қуанған кезде. Дұрыс айтасың, таңдалған кезде, қуанған кезде. Оны бет жүзіңмен көрсете аласың ба өзіңнің? Көрсете ғой. Көрсетесің. Салонда. Қандай? Күл. Мінекей, күлеміз, иә? Қуанған кезде күлеміз. Яғни одағайларды біз айтады екенбіз. Және сонымен бірге бет жүзімізде одағайларды не қылуға болады екен? Көрсетуге болады екен, дұрыс. Бет жүзімізбен де көрсете алады екенбіз. Екінші топ. Қандай одағай сөздерді білесіңдер? Дұрыс айтамын. Шақыру одағайы. Иә. Қалай? Сіз. Иә. Жылқыны қалай шақырамыз? Оқушылар, төрт түлік малды. Қазақ дегеніміз малмен күн көрген ғой. Иә? Біз сол өзіміздің ата-бабаларымыздың ертеден келе жатқан сол малдарды қалай шақырғанын, оларды қалай айдап қуғанын, солардың барлығын біле жүрміз керек. Мысалы, сиырларды мөх деп шақырамыз. Түйені болса, көз деп шақырамыз. Дұрыс айтасыздар. Білмейміз бе осыны? Әдебиеттерден оқып жүрген жоқпыз ба? Әдебиет сабағында әртүрлі Алпамыс батыр жырын өткенде мысалы осындай жырларды өткен кезде өтіп жүрміз ғой. Осыларды біліп, жаттап жүреміз. Жарай ма? Отыра ғой. Үшінші топ айта қойыңдар. Тауыстар айта қой. Жекіру, тәйт деп. Қашан тәйт деп айтамыз? Бір адам бірдеңені білдірген кезде тәйт деп не алады екенбіз? Жекіру одағайын осы деп айтамыз. Енді сендерге тапсырма, мынадай тапсырма. Әр топ өзінің тобының атауына байланысты бір-бір сөйлем құрастыра қойыңдар. Жазасыңдар. Сендер қымызға. Иә? Сендер бауырсақ. Жаза қой. Екінші топ дайын. Үшінші топ дайын. Үшінші топ. Дайынсыздар ма? Олай болса, әрбір топ өзінің атауына байланысты бір-бір сөйлеммен оқи қойсын. Жақсы. Осыны оқи қойсын. Орысша қазақ дастарханының сәнін менен ерекшесін арттыратын қонақта ең алдымен ұсынылатын қасиетті тағам. Бауырсақ ең алдыменен қонаққа ұсынылатын қасиетті екен тағам екен. Екінші топ. Құрт дастарханның ыдысын білдіретін ұзақ сақталатын әрі қазақтың тұрмыс тіршілік дамитатын дәстүрлі ас. Құртты ұзақ сақтаймыз, иә? Оны біз алдын ала қысқа қамдап дайындап қояды екенбіз, иә? Бұрынғы кезде білесіңдер ме? Соғыс кезінде жаңағы тамақтануға уақыт болмаған кездерінде қалтасында бір құрттың алтасын салып алып, оны аузына салып жібереді де, сонымен күн ұзағына қарны ашпай не қылатын болған екен, жүре беретін болған екен. Яғни құрт өте жақсы, ұзақ сақталатын тағам екен. Дұрыс.
тыныштық, көңіл күй, көтеріңкі, тоным одағайны. Сендер шақыру одағайны, сендер жекіру одағайны. Сөйлем құрайын. Ауызша айтамыз. Сен болғанда әлем болып тұрсың. Қандай? Одағайымыз қайсы? Одағай сөз қайсы? Дұрыс айтасың. Екінші топ. Кім дайын? Алдияр дайынсың ба? Рамазан дайын ба сендер? Тәйт дегенге мысалы. Тәйт. Мына баланы ма? Бірдеңені не қылғанда айтады? Бүлдіргенде айтады. Өте дұрыс. Ондай болса оқушылар бұнды сабаққа баратынымыз шынымен сияқтымыз. Бүгінгі сендерге үй жұмысына жағдаяттық тапсырмаларға қатысты күрделі жоспар құрып, соның негізінде шағын әңгіме жазып келесіңдер дейді. Жарай ма? Дәптерлеріңізге шағын әңгіме жазып келесіңдер. Оның ішінде шақыру одағайлары, жегіру одағайлары, әртүрлі көңіл күй одағайларын не қыламыз?